Сонымен гипс салдырмай үйге келдім. Өйткені травматологтың өзі айтты, перелом жоқ деп. Анау неде, бірақ 5-ші палец сынып кеткен деп берген. Бірақ ешқандай да сынбаған. Аяғым басқызбайды. Мен қазір таяқпен жүрім. Даже комната араласам да таяқпен жүрем. Аяғым вообще басқызбайды, сұмдық енді. Білмеймін, даже көзімде ісіп кетті кешетінен бері қарай. Мына рентген зоны үшін травматолог. Зон жоқ, травматолог. Алматы тұман болып тұр. Ойбай, аяғым ісіп кетті. Ойбай, аяқтың қадірін білу керек. Ойбай. Жестко қыладым. Сағына қарсаңыздар. Капец. Қайта бала қолымда, прикиньте. Этаждың где-то 4-ші этажға шығамыз да, короче, квартирадан қателесіп кеттік. Сонымен түсіп бара жатырмын, мен баланы қолыма аламын. Бала шағамен түсіп келе жатыр, улап-шылап. Тез түсіп кетейін, балалар тезірек түссін деп, әлдейді қолыма алдия ала салдым да, төмен қарай түсіп бара жатырмын ғой. И андай лестницаға кішкентай ғой. Сол соңғы лестницаны көрмей, бүйтіп аттап кеткен ғой. Аяғым оратылады да. Аяғым, короче, бүйтіп қайырылып, бүйтіп отырып қалам ғой. И баланы бүйтіп ұстақ қалам. Балаға дым болмайды, ұйықтаған қалып ұйықтап жатыр ғой, короче. Мә, өзім аяғым бірақ страшно ұрып жатыр мына жақта енді. Какой-то ушиб болды ғой деп тұрмын. Шесіп бара жатырмын, что-то білмей тұрмын. Қайда баратырмыз? Қонаққа барамыз ба? Кімнің үйіне барамыз аяғы? Айжантесі. Бүгін Алдикоштың нағашылары 40 қадам аттап үйге келіңдер деді. Папам қарындас үйіне шақырған болатын, қазір уап-шуап барайын деп жатырық. Кезінде 3-4 баласы барлар жаңа бала шағамен жүрсе, шуатылып, немене қалдырып кетпей ма деп едім. Сол айтқан адамдардан кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын, потому что бүгін өзім 4 бала шағамен бара жатырмын. Я. Айжан тәте бізді 40 қадам аттап үйге шақырып жатыр ба? Алдияр нағашылар қараңыздар, сүрленген етін сақтап тұр, мына жақта күшті сорпасымен. Қазыны ерте шығарып қойдым. Иә, қазы прям күшті болып тұр. Нағашыларына келіп қалдық. Айжан тәте біздің папаның қарындасы туған. 3-ші қарындасы біздің папаның. Маяқтан қараңыздарына қазыны. Аппетитно. Ана сөз бар еді ғой, жігіттің жақсы нағашынан деген. Солай жақсы жігіт болып, мықты жігіт болып өссін деп бірінші нағашылары 40 қадам аттап шақырып жатыр. Деп всегда Нұрасылды босанғанда да, 4 балам босанғанда да бірінші болып келеді ғой, тамағын көтеріп, сорпасын көтеріп, мә, риза боласың. Я Батенова уже как этот свой дом болып келе береді. Рахмет көп. Қазір күшті тамақ жейміз қазір. Ой.